Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Гаухар. Бүгін мен сіздермен бірге ауызға салса балдай еритін үлпілдек жұп-жұмсақ бауырсақ әзірлейтін боламыз. Ол үшін ұнымызға бір жұмыртқамызды, сары майымызды, күнделікті нанға жағып жейтін бір шай қасық дрожжымызды, бір шай қасық тұзымызды, 3 ас қасық қантымызды, қант енді өз қалауларыңызға қарай салып, сүтпен бірге қатты салмақ түсірмей, жұмсақ қылып нанын илейтін боламыз. Бауырсақтың қамыры ең соңында қолға жабыспауы қажет, соны ескеріңіздер. Және жұмсақ қылып илеулеріңіз керек, сонда қамыры өте жұмсақ және үлпілдек болып пісетін болады. Мінекей, осылайша қамырымыз дайын болды. Енді осына салапанға салып, бетін жауып, жылы жерге қоясыздар. Жарты сағаттың ішінде бұл қамыр өзі көтерілетін болады. Соны бір қайтарып басып, ары қарай пісіре береміз. Мінекей, қамырым көтерілді, өте жұмсақ. Байқасаңыздар, қолға жабыспайды. Енді осыны қатты жұқада емес, қалында емес, орташа ғып жайып аласыздар. Қазір мен видеодан көрсететін боламын бауырсақтың қалыңдығын. Мінекей, осылай дөңгелетіп кессеңіздер болады, я болмаса төртбұрышты ғып кессеңіздер де болады, өз қалауларыңызға қарай. Қызып тұрған майымызға екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Мінекей, дәл видеодағыдай үлпілдеп пісетін болады, көтеріліп. Жұп-жұмсақ бауырсақ болып піседі. Жасап көріңіздер. Өте дәмді бауырсақтардың рецептімен бөлістім. Өзім дәл осы рецептпен барлық кісілерімді күтіп аламын. Мінекей, бауырсағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліңіздер.